Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін осындай керемет мясной пирог әзірлейтін боламыз. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мен сіздерге апта сайын жаңа рецептілер шығарып отыратын боламын. Және осы 990 теңгеден сатып алып жүрген сіздердің рецептілеріңізді мен сіздерге өз каналымда теп-тегін ұсынатын боламын. Ендеше кеттік, біз осы әп-әдемі мясной пирогымызды жасайтын боламыз. Ең алдымен бізде мінекей ұн қажет, електен өткізілген міндетті түрде, және бөлме температурасындағы сары май. Сары майымыз 70%-дан жоғары болуы қажет. Екеуін жақсылап араластырып, біз песочный қамыр әзірлейтін боламыз. Яғни песочный тестамызды осылай қолымызбенен мұжып, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң бізге сметана қажет болады. Сметана бізде 20%-дық, мінекей, және 2 жұмыртқа. Енді осыларды барлығын қосып, және бізге жылы су қажет болады. Сол суымызға тұзымызды араластырып барып, осылай суымызды үстінен құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей, осы қамырымызды біз демалдыруға 15-20 минутқа міндетті түрде қойып қоюымыз қажет. Бірден жұмыс жасауға болмайды. Осы аралықта бізге начинкасын дайындау қажет. Мінекей, менде тартылған ет және де пиязымыз бар. Жақсылап майдалау етіп турап қойдым. Өздеріңіздің қалауларыңызша тағы да басқа қоссаңыздар болады. Және біз тұз, приправа, қарабұрыш барлығын қосып, тұзымызды да қосып, жақсылап араластырып, осы начинкамызды дайындап қойып қоямыз. Енді мінекей, жаңағы тестамыз бізде дайын болды. Енді осыны дәл ортасынан 2-ге бөлеміз. Дәл ортасынан мінекей. Және осы қарасаңыздар бір зуала шықты. Бірақ сіздер осыдан, дәл осы зуаладан біреуін асты үсті етіп, үлкен мясной пирог жасасаңыздар да болады. Не болмаса, мен сияқты дәл осы бір тестінің ортасынан бөліп, 2 кішкене, яғни 24-ші размердегі 2 мясной пирог жасасаңыздар да болады. Мен дәл осылай жасаймын. Осы бір зуаланың ортасынан тағы да 2-ге бөліп, бір мясной пирог жасайтын боламын. Мінекей, енді бір-бірден осыны жайып қоямыз. Бірінші астыңғы бөлігін жайып аламыз. Астына ұнымызды сеуіп жібереміз. Міндетті түрде ұнмен жұмыс істеу қажет, себебі бұл толықтай май болады қамырымызда. Біз песочный қамырдың қандай болатынын білеміз. Сондықтан міндетті түрде ұнмен осылай араластырып отырып жайып аламыз. Жұқалығын міндетті түрде жұқалау қыла беріңіздер, себебі песочныйдың арасында, тем более фарш болғаннан кейін пісуі өте қиындау болады. Сондықтан міндетті түрде қамырларыңызды жұқалау етіп жайып алыңыздар. Бізде пеште 35-40 минуттың ішінде пісіп шығу керек. Қалыңдау болса, пісуі қиындау болады. Мінекей, осылай формамыздың ішінде, менде диаметр 24-ші размердегі формамның ішіне астыңғы бөлігін осылай жайып алдым. Мінекей, енді екінші бөлігінде жайып қоямыз. Бұны үстіңгі бетіне пайдаланатын боламыз. Екеуінің жұқалығында бірдей етіп жаюға тырысыңыздар барынша. Тым қатты бір доп-домалақ болып шығу шарт емес, себебі екі жағын біз бүріп тастайтын боламыз жан-жағын. Мінекей, жаңағы дайындап қойған фаршымыздың жарты бөлігін осында салдық, жарты бөлігін келесіне алып қалдық. Осылай ішіне жайып шығамыз, барлық жеріне жететіндей етіп. Енді жаңағы жайып қойған қамырымызды осылай бетіне қойып шығамыз. Менде мына табамның асты алынады, сондықтан осылай бөлек алып алдым. Енді жандарын өріп шығатын боламыз. Сіз өзіңіз қалай жасағыңыз келеді, жан-жағын солай жасай берулеріңізге болады. Неше түрлі осындай өрудің тәсілдері бар екенін білесіздер. Мен осылай жасап шықтым барлығын. Осылай жасап барлығын өріп боламыз. Сонан соң бізге жұмыртқа қажет болады. Бізге бетіне жағуға жұмыртқаның тек қана не сарысын, не араластырып та жаға беруге болады. Мен жұмыртқаның тек қана сарысын пайдаландым. Менде мяснойым сап-сары болып көріну үшін, вид беру үшін тек сары бөлігін ғана пайдаланам, яғни сары уызын. Мінекей, осылай барлығын жан-жағын өріп болғаннан кейін бізге енді ішіне ауа кіретін жер қалмады. Сондықтан осы ортасынан кішкене дырка қалдыратын боламыз. Мінекей, пышақтың көмегімен кішкене ашып алдым. Осылай домалақ етіп, бізге ішіне ыстық ауамыз кіріп, фаршымыз толықтай пісу үшін.
Мінекей енді жұмыртқамыздың сарысын жағып шықтық. Енді бізге бетіне себуге мак немесе кунжут қажет болады. Өз қалауларыңызша жаға берулеріңізге болады. Мен кунжут сеуіп шықтым. Кунжут ұнайды себебі бізге. Енді бетіне тағы да әсемдік үшін ғана мен гүлдерді, вырубкамен гүлдерді ойып алдым. Мінекей осындай ромашка гүлдерді осылай бетіне қойып шықтым. Артылған тестадан осылай неше түрлі етіп бетін безендірулеріңізге болады. Оның барлығы өз қалауларыңызша жасау міндетті емес. Мінекей мен осылай жасап шықтым. Енді 35-40 минутта 170 градуста пешімізге осы әдемі мясной пирогымызды салып, толықтай қып-қызыл болып шыққанша пісіріп аламыз. Және де шикі болып қалмас үшін қыздар міндетті түрде оттарыңызды қадағалаңыздар. Тым қатты ыстық градуста пісіруге болмайды. Тез піссе, онда арасы шикі болып қалады. Мінекей қараңыздаршы, бізде қандай қып-қызыл әдемі біркелкі болып шықты. Баршаңызға ас болсын қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге егерде менің видеоларым ұнаса, міндетті түрде лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің сіздерге арнаған мастер-классымды міндетті түрде осы YouTube каналымнан көріп шықсаңыздар болады.